Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз қазақ тілінен тесттер талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ: төмендегі сөздердің қайсысы буынға дұрыс бөлінген дейді. Өзен, өзен, өзен. Бұларда буынға дұрыс бөлінгені бізде өзен деген. Осы жауап болады. Бұл жауабы дейік. Қазақ алфавитінде неше әріп бар? Неше әріп бар? 42 әріп бар. Дауыссыз дыбыс түрлерін атады. Жуан, ұяң, қысаң, қатаң, ашық, үнді, қатаң, ұяң, үнді. Дауыссыз дыбыс түрлерін ата. Қатаң, ұяң, үнді. Қ дыбысына аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, Қ дыбысы қандай дыбысқа айналады? Қ-ға айналады. Мәтін дегеніміз не? Екі не одан да көп өзара байланысқан сөйлемді мәтін дейміз. Ұзақ бір сөйлемді мәтін дейміз. Бір сөйлемге жинақталған сөз тізбегін мәтін дейміз. Екі не одан да көп өзара байланысқан сөзді мәтін дейміз. Берілген сөйлемнің қайсысы қабарлы сөйлем? Қайсысы қабарлы сөйлем? Берілген сөйлемнің қайсысы қабарлы сөйлем? Ертең демалыс қабарлы сөйлем болады. Қосымша нешеге бөлінеді? Қосымша бізде 2-ге бөлінеді. Заттың атын білдіретін сөздерді не деп атайды? Зат есім. Етістік қандай сұрақтарға жауап береді? Не істеді, не қылды, қайтты, қандай, қашан? Не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді етістік. 10-шы сұрақ: бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің қандай мүшелері дейді. Бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің қандай мүшелері? Әрине бізде бастауыш пен баяндауыш тұрлаулы мүше болады. Бастауыш және баяндауыш екеуі. Анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш үшеуі тұрлаусыз мүше болады. 11-ші сұрақ: сөйлемдегі толықтауышты көрсет дейді. Құстар тоғайға қонды. Толықтауыш қонды. Көп нүктенің орнына тәуелдік жалғаулы сөздерді қой. Менің дәптерім, сенің дәптерің, оның дәптері. Менің дәптерім, сенің дәптерің, оның дәптері. Бұл жауап болады екен. Етістікті көрсет дейді. Айт, сөйле, етістік. Есімдікті көрсет. Біз, біздер, біз, ине, жүр, тұр. Әрине бұл арадағы есімдік біз, біздер болады. Туынды сын есімдік көрсет. Білгіш, айтқыш, байқағыш. Сын есім. Білгіш, айтқыш, байқағыш дегендегі сөздер бізде туынды сын есім болады екен. Екінші нұсқаның бірінші тапсырмасы дейді. Қате жазылған сөзді табыңыз. Аспазшы. Мына жердегі шық бізде қате болып тұр. Аспазшы болу керек дұрыс жауабы. Бізде қате жазылған сөз тап деп тұр, сондықтан дұрыс жауабы осы аспазшы болады. Екінші сұрақ: бір сөзбен қалай аталады? Төбе шашы тік тұрды.
берген ұялу, ұрланды, қорқу, төбе шашы тік тұрды, қорқу. Ағамыз деген сөздің қайсысы етістік дейді. Ескелді айдынында ағамыз. Осы болады. Төртінші сұрақ. Мына қатардың ішінен сөйлемді тап дейді. Әсел биледі. Болмайды. Жануардың болмайды. Түн болмайды. Бірінші сыңары сын есім. Бірінші сыңары сын есім. Екінші сыңары зат есімнен болған сөз тіркесін тап дейді. Бұларда үш сұрақ болып тұр. Біріншісі бірінші сыңары сын есім, екінші сыңары зат есім, үшінші сұрағы сөз тіркесінен болған тестіні орындау керек. Бұл арадағы жауабына біз аламыз негізі тұнық су дегенді алайық. Өйткені бірінші тұнық қандай зат есім және су не деп айтамыз. Су не зат есім, қандай сын есім. Тұнық қандай бұл сын есім болады. Сонда бізге жауабы сай келеді. Тұнық су қандай су деген. Жауап сай келеді. Қарсы мәндес сөздерді табыңыз дейді. Қарсы мәндес сөз. Ағаш бұта болмайды, жол болмайды, ажарладен болмайды. Демек дұрыс жауап терең, таяз, күн, түн деген болады. Терең, таяз, күн, түн бір-біріне қарсыласып тұр. Жетінші сұрақ. Мына тұрақты сөз тіркесінің мағынасын табыңыз. Тұрақты сөз тіркесі. Қуанышы қойнына сыймады. Армандады, қатты қуанды, жылады, ойлады. Қатты қуанды болады. Қай сөзді ың әрпі жазылады дейді. Тошжаң болмайды, жаңбады болмайды, саңа болмайды, жаңғақ болады. Өжет сөзіне мағынасы жоқ сөз табыңыз. Батыл, өнерлі, әлсіз, қорқақ дейді. Қорқақ болмайды, әлсіз болмайды, өнерлі болмайды. Демек батыл, өжет, батыл деген. Екеуі мәндес болады екен. 10-шы сұрақ. Бір ыңғай жуан дауыстыдан тұратын сөзді табыңыз дейді. Көңілді болмайды, сенгі баба болмайды. Бізде қызғалдақ пен жияды деген қалды. Осы екеуінің ішінен бір ыңғай жуан дауысты тұрған сөздер бізде қызғалдақ болады екен. Жуан, қызғалдақ. 11-ші сұрақ. Қысқарған сөздерге қосымшалар қалай жалғанады? Бірінші қысқарған сөздерге қосымшалардың қалай жалғанатындығын сұрап тұр. Бізде екі сұрақ сұрап тұр бұл арада. Сонда бізде өтір арқылы болмайды, бөлек жазылмайды, бірге жазылады деген болмайды.
сызықша арқылы жазылады деген болады. Сызықша арқылы жазылады. 12. Жіктік жалғауы жалғанған зат есімді таңыз. Бірінші жіктік жалғау болу керек, екінші зат есімнен болу керек. Бөлмен болмайды, ұшаққа болмайды, бейбітшілікті болмайды, демек дәрігермін деген болады. Зат есім дәрігер. Жалғасақшы ба. Дәрігермін дейді. Дәрігер бізде зат есім. Мін жіктік жалғауы. Зат есім бар. Және жіктік жалғауы бар. Демек осы. Келесі сұрақ. Есептік сан есімді табыңыз дейді. Есептік сан есім 4-ші 2001 болмайды. Бесеу деген ау, еу. Ау, еу бізде жинақтық. Жинақтық сан есім болады. 2001 реттік сан есім. 4-ші реттік сан есім. Демек 6 деген бізде есептік болады. Жалаң сөйлемді тап дейді. Жалаң сөйлем. Өзеннің суы тұйық болмайды. Мысық иттен қашты болмайды. Сәуле сурет салды болмайды. Күн күркіреді. Жалаң сөйлем. 15-ші сұрақ. Ілік септігіндегі сөзді белгіле дейді. Ілік септігіндегі сөздер бізде мың, нің, дің, дің, таң, тің болу керек ілік септік. Демек бізде айгүл итке деген болмайды. Гүлдің гүлде деген, мұнардағы гүлдің деген болады, бірақ гүлде деген болмайды. Күнге деген болмайды. Күннен деген болмайды. Гүлдің деген болады, айдың деген болады. Демек дұрыс жауап бізде гүлдің және айдың. Осы болады екен. 3-ші нұсқаның 1-ші сұрағы. 3-ші нұсқаның 1-ші сұрағы. Алфавит сөзіндегі әріп пен дыбыстың санын анықта дейді. Алфавит 9 әріп, 8 дыбыс. Осы болады. 9 әріп, 8 дыбыс. Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауыссыз дыбыстар бізде 3-ке бөлінеді. Қатаң, ұяң, үнді деп. Ұяң дауыссыз дыбыстар қатарын тап. Қатаң дауыссыз дыбыстар. Мынау үнді. Үндімен қатаң аралас. Баба ғада жаза ұяң мынауға. Ұяң. Дауыссыз дыбыс. Төртінші сұрақ. Жіктік жалғауының екінші жағында тұрған қатарды тап. Бірінші жіктік жалғау болу керек, және оның екінші жағында тұрған. Демек, ғалыммын, мен ғалыммын.
Менің тарағым, сенің тарағың, мен дәрігермін, сен дәрігерсің. Мен ұшқышпын, сен ұшқышсың. Мен дәрігермін, мін. Бірінші жағы, сің, екінші жағы. Демек, осы жауапты қабылдаймыз. Дәрігерсің. Мен дәрігермін, сен дәрігерсің. Екінші жақта тұр. Сөйлем айтылуына қарай нешеге бөлінеді? Сөйлем айтылуына қарай нешеге бөлінеді? 3-ке бөлінеді. Тұрлаусыз мүшелердің сұрағын белгіле дейді. Тұрлаусыз мүшелердің сұрағы. Қандай нені деген болады? Тұрлаусыз. Біз айтқанымыз тұрлаусыз сөздер бастауыш пен баяндауыш тұрлаулы болады. Тұрлаусыз анықтауыш, толықтауыш және пысықтауыш. Осыларға жауап беретін болса, демек тұрлаусыз мүше. Тұрлаулы мүше нешеге бөлінеді? Тұрлаулы мүше 2-ге бөлінеді. Жаңа ғана айтып өткем. Бастауыш және баяндауыш. Сөйлемдегі баяндауышты тап. Сөйлемдегі баяндауышты тап. Жанып тұр. Баяндауыш болады. Манасы қарама-қарсы сөздерді тап. Сирек, төбе, сымбатты, жолдас, дұшпан. Жолдас, дұшпан. Қарама-қарсы сөз. Туынды, түбір сөзді тап. Туынды, түбір сөзді тап. Кезекші. Жалқы есімді тап. Жалпы есім, жалқы есім. Жаяу мұса, жалқы есім бізде әрқашан бас әріптермен жазылады деген ереже болған. Үшінші жақтағы тәуелдеулі сөзді тап. Үшінші жақтағы болу керек, екінші тәуелді сөз. 2 сұрақ. Демек, бұл араға біз қағазыңыз, қағазы. Осы болады үшінші жақ. Менің қағазым, сенің қағазың, оның қағазы. Бірінші жақ мысалы. Менің қағазым, сенің қағазың, оның қағазы. Бірінші, екінші, үшінші. Демек осы болады. Болымсыз етістікті тап дейді. Бұл арада есімдікпен шатастыра алмау керек. Бірақ есімдік жоқ, бұл арада етістік. Ойлан, шалынбас, сындыр, көтеріп алды. Бір түбірдегі бірнеше туынды сөз жасалатын сөздер қалай аталады? Бір түбірдегі бірнеше туынды сөз жасалатын сөздер
қалай аталады дейді. Түбірлі сөздер. Бір түбір деп тұрар демек. Бір түбір дейтін болса, түбірлес болады. Бұның үндестігіне бағынбай тұрған сөз жағыңыз. Бағынбай тұрған сөз әдіс қой. Төртінші нұсқа, бірінші сұрақ. Ретімен белгілі тәртіппен орналасқан әріптер жиынтығы. Сөз, сөйлем, сөз тіркесі, әліпби немесе алфавит дейді. Әліпби немесе алфавит. Ретімен. Алфавитте үшінші орналасқан әріп. Үшінші орналасқан әріп дейді. Бірінші, екінші, үшінші орналасқан әріп. А-а-ва. Қатаң дауыссыз дыбыстары бар сөз дейді. Қасық. Қатты сөзінің антонимін қарсы мәндес сөз табыңыз. Қатты сөзінің синонимі қарсы мәндес сөз. Қатты, жұмсақ. Болды. Қарсап тұр. Сөздің одан әрі өзгертуге келмейтін мағынасы бар бөлігі дейді. Түбір сөз. Түбір сөз одан әрі өзгерте алмаймыз ғой. Қазақ тілінде неше септік бар? 7 септік бар. Шығыс септігінде тұрған сөздеріңіз аспан, мата мен әйгерімді топырақтан. Екінші жақта тәуелденген сөз табыңыз. Кітабы, дәптерім, қобызың, гүлдер, қобызың. Менің қобызым. Сенің қобызың. Бірінші жақ. Екінші жақ. Бізден сұрап тұрған екінші жақ. Көптік жалғауын табыңыз дейді. Д, ларлер, дардер, тартер, роман, ларлер. Біріккен сөзі табыңыз. Тап-таза, килограмм, тасбақа. Тас және бақа сөздердің бірігу арқылы жазылған. 11-ші сұрақ. Күрделі сөздің қайсысына жататынын анықта. Күрделі сөздің қайсысына жататынын анықта. Марат Омаров дейді. Қос сөз, біріккен сөз, қысқарған сөз, сөз тіркесі. Сөз тіркесі. Марат Омаров. Жалаң сөйлемді табыңыз. Бала сабақ оқыды, балалар жүгіріп жүр. Балапан жем теріп жүр, бала далаға шықты. Балалар жүгіріп жүр. Жалқы есімді табыңыз дейді. Астана. Негізгі зат есімді табыңыз. Терезе, көпшік, тазалық, бірлік. Терезе. Негізгі зат есім. Туынды сын есімді табыңыз. Әдемі, көрікті, таза, дақ. Көрікті, қандай, көрікті, туынды сын есім. 5-ші нұсқа. Құлаққа естілмейтін, көзге көрінетін дыбыстардың таңбасы. Сөз, әріп, сөйлем, дыбыс. Әріп. Құлаққа
естілмейтін, көзге көрінетін дыбыстың таңбасы деп тұр бізден. Алфавиттегі 41-ші әріп дейді. Ойбай, 41-ші әріп. Саған шығу керек қойғаны. Ю, я деп аяқталады. Демек, 41-ші әріп бізде ю болу керек. Болу керек емес, ю. Үнді, дауысыз дыбыстары бар сөз. Мұрын, балық, тас, сорпа. Мұрын. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөзді табыңыз. Бағынбай тұрған сөз. Өнерлі, өнерпаз, саматқа, гүлдер дейді. Өнерпаз. Қорқақ сөзінің синонимін, мәндес сөзді табыңыз. Синонимді қорқақ, ер жүрек, су жүрек, батыр, қоян. Қорқақ сөзіне мәндес сөз. Су жүрек, қорқақ. Төрге жалғанған бөлік. Түбірге жалғанған бөлік. Өзі төр болса, оған жалғанса қосымша болады ғой. Қазақ тілінде жалғаудың неше түрі бар? 4 түрі бар. Қазақ тілінде жалғаудың 4 түрі. Өйткені еске түсірейік 4 түрін. Бірінші жіктік жалғау. Екінші тәуелдік. Тәуелдік жалғау. Септік жалғау және көптік жалғау. Көптік жалғаулар. Жатыс септігінде тұрған сөзді табыңыз. Балапанды, сауда, қоңырауда, гүлден. Гүлден болмайды. Балапанда болмайды, сауда болмайды, қоңырауда. Қоңырауда болады жатыс септік. Үшінші жақта тәуелденген сөзді табыңыз. Сызғышта, сызғыштар, сызғышымыз, сызғышы. Жіктік жалғауын тап. Сың. Мен оқушымын, сен оқушысың, сен оқушысың, сіз оқушысыз. Мен жігітпін, сен жігітсің. Қос сөзді табыңыз дейді. Қос сөзді табыңыз. Бүлдірген, тымады, алабота, тарс-тұрс. Тарс-тұрс деген қос сөз болады. Тымады қысқарған сөзінің толық атау жазылуын көрсетіңіз дейді. Тымады. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы. Осы болады. Тымады қысқарған сөз, оның толық атауы тәуелсіз мемлекеттер достастығы. Сөз тіркесін табыңыз. Күн ашылды сөз тіркесі. Бау-бақша, Талдықорған, Абай Құнанбаев. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері. Тұрлаулы мүшелер бастауыш болады. Бірақ мүшелері деп тұр. Көптік жалғау ретінде лар, лер десе демек екеу болу керек. Баяндауыш болады. Бір-бірімен жаз. Толықтауыш, анықтауыш
болмайды. Бастауыш бар, баяндауыш бар. Бастауыш, баяндауыш. 15-ші сұрақ. Жайылма сөйлемді табыңыз. Жайылма сөйлем. Қыс келді, болмайды. Күн салқындады, болмайды. Қар жауды, болмайды. Қыс келгесін қар жауды болады. Жайылма өзі жайылып, бүйтіп ұзын болып тұрған жоқ па? Жайылма сөйлем. Жақсы, осымен бүгінгі біздің қазақ тілінен талдауларымыз бітті. Келесі тесттерде кездескенше аман сау болыңыздар. Біздің YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.